Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз компот жабамыз. Алхоры и өрік. Банкаларым шеттенен стерилизовать жатырмын. Суларым қайнап, қырындап дайындап жатырмын. Қазір ыстық қайнап тұрған суды аларға құямын. Осылай ыстық суда 10 минут тұрады. Енді өріктен 5 штук, алхордан 5 штук әр банкаға бөліп салып аламын. Бұрын негізі осылай бәрін салып алып, қайнаған суды құйып, кішкене 10-15 минут тұрғызып, ол суды қайтадан кастрюльге құйып алып, қайнатып, қайта құятынмын солай. Бұл жол енді ютубтан осындай способ көріп алдым, осылай оңай сияқты, осылай жасадым. Өзіме ұнады, пока банкаларым бәрі тұр, атылмай. Жақсы. Қантын міне мынандай стаканды аса толтырмай салам, өйткені өте тәтті болып кетеді. Сол үшін осылай толтырмай салам. Жылда компотты әртүрлі жабам. Фруктылар қалай кездеседі, солай жауып отырамын. Былтыр ранетка алма, жабдалы, слива, шүйін араластырып жапқанмын. Биыл мынау слива мен өрік болды. Пока бұл 8 банка шықты. Тағы да жабамын, әлі қыс бойы балаларым жақсы ішеді. Пока осы 8 банка шықты. Менің каналым күнделікті тіршілік деп аталады. Сол осы күнделікті тіршілікте не жасап жатқандарымды салып отырамын. Тек тамақ емес, банка емес, гүлдерім жайлы бар. Тігіс тігемін, сол тігіс не тіккенімді саламын. Әйтеуір енді өзіме қызықты болып жатқан дүниелерді салып отырамын. Комментария жазыңыздар, ұнап жатса қолдап тіркеліңіздер каналыма. Лайк басыңыздар, бірге болыңыздар. Өте қуанышты боламын. Міне осылай банкілерін бәрін жауып шығамын. Мінекей компотын жауып біттім. 8 банка шықты. Осылай төңкеріп, үстіне жылы отдел жауып қойып қоямыз. Суынша осылай тұрады. Ал достар, рахмет. Бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.